Не масрах с экрана міне. Чат, не дейді чат. Сәлеметсіз бе, Құндыз? Так, демонстрацияны ашайын. Кетпей қойып отыр, олармен ашпауын. Так, осыны. Сынады. Қайырлы кеш, қалдарыңыз қалай? Қайырлы кеш. Мен запись бастыңыз ба? Көрініп тұр бәрі. Аха, негізі бастай берейік, я, потому что уақыт тығыз болып қалады қазір, я? Так, мен записті қостым, мен өз-өзімді так, былай істейін, я? Нені продолжить? Не пауза демек, все. Мен сізді көріп тұрмын, сізді де көріп тұрмын, экраныңызды көріп тұрмын. Аха, все. Олай болса, бастаймыз ба? Қанша адам болып тұр? Қазір көріп жіберейін. Мен болды, өзімді шығардым, шет жаққа көріп тұрайын деп. Басып берейік. Запись басталып тұр, я? Қосылып тұр, я, запись? Қайырлы кеш, құрметті ханымдар. Көрініп тұр, я? Мен өзімді таныстырып өтейін. Мен өзім есімім, аты жөнім Тоқтасова Айзда Мирханқызы. Осы Сибирское здоровье корпорациясының лидерімін және лидер 21 века жобасының серіктесімін. Бүгінгі мен сіздерге осы Сибирское здоровье корпорациясындағы маркетинг план қазақшаны теңгемен қандай шаққанда қанша теңге болатыны жайлы түсіндіріп беретін боламын. Уақытты жоғалтпас үшін біз бастап кеттік, иә? Так, бізде енді кез келген компанияда маркетинг план бар. Және оның өзінің лидерский деңгейге жеткен кезде өздерінің берілетін значоктар бар. Яғни біздің қазіргі таңда осындай значоктарымыздың белгісі осындай. Так, ары қарай кеттік. Сетевой компанияда, кез келген сетевой компанияда табыс көзі бар екенін біз білеміз. Сондықтан біздің Сибирское здоровье корпорациясында жалпы сетевойда екі табыс көзі бар екенін мен айтып түсіндіргім келеді. Біріншісі ол быстрый деньги және умный деньги, яғни жылдам табыс, екіншісі ақылды табыс. Біріншісі умный деньги дегеніміз не? Быстрый деньги дегеніміз ол 25% кэшбэкке қайтады. Яғни сіз сетевой бизнеске келгеннен кейін компанияда осы біздің Сибирское здоровье корпорациясында бизнес-партнер болып тіркелгеннен кейін сіз міндетті түрде бірінші тіркелген айдан бастап 100 балл жасауыңыз керек. Ол дегеніміз 20 000 теңге. 100 балыңыз 20 000 теңге. 20 000 теңгеден сіз 25% кэшбэк қайтарасыз, шамамен 5 000 теңге. Ол былайша айтқанда быстрый деньги. Ол 100 балл болуы мүмкін, жоқ сіз мүмкін саудаңыз жақсы болып, адамдарға рекомендация жасау арқылы сіз тек қана 100 балл емес, 200 балл, 300 балға дейін жасауыңыз мүмкін. Сол жасаған балыңызға қарай сізде 25% кэшбэк қайтады. Бұл жылдам ақшаның түрі. Кейбір адамдар осы жылдам ақшаға келеді. Енді умный деньги, ақылды ақша, бұл сіздің структураңыздан алатын пайызыңыз, яғни 8-10% сіз аласыз. Бұл жерде екі бағытта сіз жұмыс жасай аласыз. Бірінші келген адам бірден структура құрып кетуі де мүмкін, және құрып кетпеуі де мүмкін. Ең басты біз ақшаның, үлкен ақшаға жету үшін біз кішкентай ақшалардың, жалпы ақшаның дәмін сезіну керекпіз. Сондықтан біз кішкене табыс көзін көру керекпіз, быстрый деньгиді. Ары қарай кеттік. Осы компанияға тіркелгеннен біздегі жақсы нелер бар қазір. Жақсы табыс көзінің бірі бар, ол клуб 200 және клуб 500 деген бар. Енді қараңыздар, бұлардың пайдасы неде? Сіз тіркелгеннен кейін бірінші айдан бастап, жоқ, мен 100 балл емес, мен табыс көзін 200 балға жеткіземін, яғни 200 балл жасай аламын, 500 балл жасай аламын дейтін болсаңыздар, сіз қандай пайда көресіз? Бірінші айдан бастап сіз өзіңіз клуб 200-ға кіретін болсаңыз, яғни тіркелген айдан бастап 6 ай бойы қатарынан сіз 200 балл жасайтын болсаңыз, сіз қандай пайда көресіз? Яғни бірінші айда сіз 4500 теңге тұратын наборды 1100 теңгеге сіз ала аласыз. Яғни сіз 3400 теңге ұтасыз.
Осылай 6 ай қатарынан сіз 200 балл жауып отырсаңыз, өзіңіздің личный оборотыңыз командный емес. Сіз 33.900 теңге 6 айда сіз ұтасыз. Енді қараңыз, 500 дәл осындай, бұл жердегі сіздің табыс көзіңіз ай сайын 500 балл жасайсыз. Сізге осы 3 ай жасайтын болсаңыз, сіз балл жасай отырып, собирай звезды и получай сертификат, сіз сертификат ала аласыз. Чем больше звезд, тем больше стоимость сертификата дейді, выше, яғни жұлдызша көп жинаған сайын сіздің де сертификатыңыздың құны өсіп тұрады. Яғни сіз егерде 3 жұлдызша жинайтын болсаңыз, сізге 5500-дің сертификатын аласыз. 4 жұлдызша жинасаңыз 8250 теңгенің сертификатына товар аласыз. Солай 12 жұлдызша жинайтын болсаңыз, онда сіз 110.000 теңгенің товарын ала аласыз. Арғарай кеттік. Енді кез келген компанияларда маркетинг план болатын біз білеміз, бірақ мен түсіндіретінім, біздің өзіміз маркетинг план ол осы алдарыңызда көріп тұрғандай кесте. Бұл жерде сіз бірінші айдан бастап тіркелгеннен кейін, бұл жерде енді средний доход, бұл жерде нақты мынандай сумма точно аласың деген емес, жалпы адамның жасаған өзінің личный оборотына байланысты алатын жалақысыны жерде. Мысалға, сіз бизнес партнер болғаннан кейін 300 балға дейін, мысалы біз 100 балға кэшбэгіміз 5000 теңге қайтып жатса, 300 балға дейінгі сіздің табыс көзіңіз 7000 теңгені құрайды. Осылай бизнес тим 300 болған кезде, сіз астыңыздан 2 адам тіркейсіз, сөйтіп 300 балл жасаған кезде, сіз шамамен командамен бірге, командадан сіз 8% алып, сіздің айлығыңыз 15.000 теңге болуы мүмкін. Ол жерде сіздің өзіңіздің жасаған жеке балыңызбен және команданың балы болып, сіз мүмкін мына жерде көп болуы мүмкін, сіз 15 емес, бұдан да көп болуы мүмкін. Болмаса 15 болмай 14. Айзада, кешіріңіз бөліп жіберген үшін. Участники деген жерге кіріп көріңізші, қыздар кіре алмай жатырмыз деп маған звондап жатыр. Участники қазір. Принять деп бәрін принимать етіп алыңызшы. Принять всех деп па? Так. Так, мен мынаны қазір остановить. Демонстрациядан шығып кеттім. Кіре алды ма екен, барлығы? Барлығымыз кіре алдық па, ханымдар?